Армысыздар, құрметті стоматологтар. Бүгін бізде ДСК шоу подкастын 5-ші части. Бүгін бізде көп салалы профессионалды тіс дәрігері Бақыт Исабекұлы. Сізге Бәке деп берсек болады ғой, иә? Қош келдіңіз. Қалайсыз? Амансыз ба? Қош көрдім. Әдеттегідей менің оң жағында Dental Shop Қазақстан компаниясының бас директоры Артықбай Үсен. Қош келдіңіз. Рахмет, Бәке. Көп рахмет. Уақыт бөлгеніңізге. Біраз жоқ демеңізге рахмет. Бүгін қызықты сұрақтармен сізді қызықтырамыз. Максимально шынайы жауап берсеңіз. Қонақтарды және стоматологтарға керекті пайдалы ақпараттармен бөлісеміз деген үміттеміз. Мақсатын айта кетейін. Жалпы стоматология саласындағы стоматологтардың қоғамдағы орнын көтеру, қоғамдағы өз орнын табу мақсатында жасалып жатқан дүние. Бәке, бірінші сұрақ, енді жалпы сіз бұл салада қанша жыл болды істеп жатқаныңызға? Медицина сферасында жалпы тек диплом алғаннан кейін ғана есептеледі ғой көбіне. Ал басқа силовой структурада, полицияда, болмаса прокуратура қызметкерлері, олар оқуды басталғаннан бастайды екен. Егер оқу басталғаннан болатын болса 2002 жылдан. Ал егер оқу бітіріп, интернді де бітіргеннен кейін болатын болса 2008. Ал жалпы практика саласында 2005 жылдан бері 2005 жылдан бастап уже клиникада? Клиникалық істерге араласа бастадым. Осы жаздың кезі ғой, біз көктемде практика өттік та, сосын ол кезде балалар стоматологиясы тұғын, Рахаттағы. Сол жерде бастық ол кезде Сейділда Сайбишевич деген кісі тұғын, Ақатаев. Сол кісінің рұқсатымен клиникаға допуск алдық та. Сосын Сәуле Кенжетаевна бар тұғын. Сосын бір дәрігерге тіркеп берді. Әуелі Қалымбетованың қасында жүрдім, Клара Жұмаханова. Сол кісі әйтеуір кішкене жол жөнағын көрсетті. Гүлжан Тоқтыбаевна бар тұғын. Гүлбақар Сапаровна, басқалар. Неге басқа мамандық таңдамадыңыз? Осым бұлай болды ғой. 2001 жылы мен мектепті бітірдім. Сосын семьялық жағдайларға байланысты оқуға түсе алмадым. Бір жыл прогул болды ғой. Семьялық жағдай ма или білімнің жетіспеушілігі ба? Ауылдық жағдайда жүрдім. Оқымадыңыз ба? Оқу ондай нәрсе ойда жоқ. Енді оқуғым келді әлбетте. Семьялық жағдайда енді мүмкіншілік болмағаннан кейін ауылда өстік. 7 баланың кішісімін. Ол кезде сәл қиындау жағдай. Ауылда диқаншылық жаңағыдай. Жаздың күні сол шекарада аймақта грузчик болып істейсің. Осындай мамандықтарды әйтеуір. Мамандық деп айтуға да ұяласың ғой. Істеп жүрдік. Нәпақа таптық енді. Қара еңбектің күшімен, жаздың күні кетпен жабасын, қыстың күні мал бағасын дегендей. Сөйтіп, бір жыл уақыт өтіп кетті зымырап. Қыстың тұсында менің өзім құрбылас класстастарым оқыған балдар, точнее, университетке түскен балдар өзіміз бөлек отырайықшы деген әңгіме болып жаңағы. Бөлін? Шамасы бір 7 бала тұғымыз, 6 бала тұғымыз, біз оқуға түспеген тұғымыз. Келесі жыл әлбетте көбісі түсті, оқыдық барлығымыз. Сонымен осы түрткі болды енді. Менің былайша айтқанда білімім жетпеді емес, білімім жетті. Бірақ енді жаңағыдай тек қана біліммен ештеңе добиваться етпейсің. Осы аймақ жағдайда болу керек. Ол балдар басқа направлениеға түсті ме оқуға? Енді әркім әрқалай, біреу мұғалім, біреу жаңағыдай. Жалпы білімсіз қалмады үшін. Біреу колледжге түсті, біреу университетке түсті үшін барлығы өз талпынысымен жаңағыдай оқып отыр. Оқуға түсуге әрекет басталды, сонымен грант ұттым ғой. Жалпы стоматология саласы сізге қалай 20 жылдан бері ой болмады ма? Басқа салаға ауыстырам деген кезде оқуды бітіріп, бірінші практикалық жұмыстарды бастап отқан кезде это мое или не мое дегендей сияқты? Не мое деген нәрсе енді ауылдан шыққан балдарда көбіне бола бермейді. Ауылдан шыққан балдар, ол қара жұмыстан шыққан бала болатын болса, жаңағыда бір күн аш, бір күн тоқ болып өмір сүрген болатын болса, ол любой сферада жаңағыдай өзінің ақысы бар екенін ойлайды да, соған кіріседі, соның негізіне жетпей тоқтамайды. Ол қазір кейбіреулер келеді, айтады, менде де пациенттер, осы балам стоматологияға түсірейін деп жатыр, мындай қылатын дейді. Ол зорлап түсірген болмайды. Бірақ мен сияқты жаңағыдай қайсына түссем екен деп жүрген адам болатын болса, әлбетте түседі.
ол өзінің жаңағыдай жеребесін, яғни возможностін жібермейді ол. Әлбетте өзінің ары қарай дамуына үлкен үлестерді қосу үшін барының салу керек екенін уже амалсыз түсінген адам шанс жібермейді. Стоматология ашылу деген кішкене проблема. Но видеограф деген дүниені біздің бастықтары, по-моему, то ли $8,000, то ли $12,000 алған тұғын. Кодек деген компанияның видеографы тұғын. Ол кезде кодек болмаған әлі. Трофи еді, Трофи деген компанияның. Сол кезде сол видеографты көрген кезде как будто бір елде жоқ жаңағыдай 3 Теслалы болмаса 7 Теслалы жаңағыдай МРТ көрген сияқты таң қалатын еді. Клиниканың өзінде арзандап кеткені дүниелердің қолжетімді болған арқасында. Каждый врачта қолында бір видеографтан жүр ғой қазір. Қазір жалпы оборудование жағынан бәрі қолжетімді. Бізде де компания Dental Shop Қазақстанда арнайы бөлек клиника ашам, бөлек болмаса кабинет ашам деген стоматологтарға, уже если ол кісілер дайын болса, бізде определенный 3 готовый набор дайындап қойғанбыз. Под ключ. Под ключ. Готовый стоматологический кабинет под ключ 3 миллион теңгеден жоғары қарай уже бастала береді. Смотря стоматологтың потребностіне байланысты. 3,5 миллионға жинауға болады, 4,5, 5,5 и сол жақтан уже кете береді. 2005-тен бері жалпы 20 жылдан астам уақыт болды. 20 жылдан астам уақыттың ішінде бізде сонда бір жағдай болды ма, чтобы ауыр ситуация, прям сізде бір сондай бір ситуацияда тез шешім қабылдау керек болды. И ол шешімді сіз қалай жеңдіңіз? Қорқыныш болды қаншама стресс, немесе пациент алып қалды, немесе бір пациенттің бір жағдай болып қалды. Қандай шешім қабылдадыңыз? Болады ол. Сол оқу бітірген кезде, әуелі кезде ең қиын кез сол оқу бітірген кезде. Ұстаз көрмеген мамандар қазір көп қой. Өте көп, өте көп. Сол ұстаз көрмеген біздер мамандар бар ғой, соларға укол салудан бұрын мысалы қазір сіз қай жеріне пациенттің келген кезде қандай нәрселерге мән берсін ол кісілер? Қалай ол кісінің укол салудан бұрын ол действительно ол уколды қабылдайды, қабылдамайтын көз жеткізу үшін. Заман ғой, мысалы әлем клиникаларының өзі әр қаланың былайша айтқанда кварталында бар. Әрбір көшелердің қиылысында тұр. Әлем болмаса да басқа да лабораториялар бар. Тікелей жібере салуға толық возможность бар. Аллерго статусын анықтау үшін. Баяғыда сіздерде ондай ештеңе жоқ. Біздің заманда ол нәрсе өте сирек тұғын. Еще жіберсең жаңағыдай көбісі не дейді? Пациенттің өзі бармайтын ғой. Пациенттердің өзі қараңғылау. Үйте саламыз, бүйте саламыз дегендей. Сол заман тұғын. Содан кейін әрбір адам өзінің аллерго статусын нық білу керек. Неге аллергиясы бар, неге аллергиясы жоқ? Мысалға аллергия деген сондай нәрсе. Таңертең жұмыртқа жедіңіз аллергия жоқ. Түсте жедіңіз аллергия болуы мүмкін. Бірақ именно қай компонентке екенін анықтау үшін сізге лабораторияның көмегі керек. Сүт аламыз мысалға, біреудің сүті 3 күнде ашып кетеді, біреудің сүті 2 айда да ашымайды. Бұл жерге қандай консерва қосты. Қазір мысалға Голландия деген мемлекет бар. 25 жылдан кейін жаңағы гробтарын ашып жатыр. Әлі шірмеген. Жерде жатқан өліктің, денелің, мәйіттің денелері шірмеген. Это говорит о том, что кейбір адамдар өте көп консерва қолданады. И организм былайша айтқанда консервированный препараттарға, консерванттарға нық толады. Одан кейін ол шірей қоймайды. Қазір ондай аллергия болатындай бүйтіп клиникалар қабылдамайды ғой қазір негізінде жалпы. Клиника барған кезде сразу одан ешкім сақталмаған. Сіз де сақталмағансыз. Даже иіске де аллергия беріп мүмкін. Именно неге аллергия бергенін анықтай алу қиын. Кейбірлер айтады мысалға, ой, талды үйтті, бүйтті дейді, ол аллергия деп айтады. Ол может стресске жаңағыдай кризис болды ма организмде, кризис болды ма соған байланысты болуы мүмкін талмалар. Мысалға нақты аллергический жаңағыдай реакция болатын болса, анафилаксияның түрлері кейбір мгновенно болған кезде даже сіз инені суырып та үлгере алмайсыз. Адам уже қайтымсыз процесске айналып кетеді. Приблизительно мысалға мидың қайтымсыз дәрежеге жетуіне 4 минут жетеді. Ми қайтымсыз болады. Яғни 4 минут оттегімен қоректенбесе, ол қайтымсыз процестің басталып кеткенін нық сенді. Сол үшін ғой жаңағы жүректі массаж істеу керек, қан айналу керек, кислородный оборот болып тұру керек дегеннен жаңағы жүректі баса бастайды көбіне. Бәке, так 20 жылдан астам опытыңыз бар. 20 жыл бұрынғы стоматологический сфера и қазір қандай, то есть разница бар, қалай сезіледі жалпы рынокта? 20 жыл бұрын
жастардың тісі все-таки қаттылау тұғын. Қазір жастардың тісі жұмсақтау. жұмсақ па кәдімгідей Жұмсақ. Байқалады. Байқалады, иә. ол не себеп болуы мүмкін? Ол енді біздің қоректік заттар ғой. Қоректік заттар. Соның ішінде қоректік зат өте көп қолданамыз. Жаңағы көмір сулары көп, тәтті тағамдар. Оның үстіне қазір барлық офисіне болып кетті. Ешкім күнге шыққысы келмейді. Байқасаңыздар, енді қатты айтпайын, бірақ сонда да айту керек. Кедей адамдар, жаңағы көшеде кетпен шауып, мал бағып жүрген балдардың тістері сақадай барлығы сап-сау болады, қисық болса да. Сау, иә? Натуральный продукт. Сақадай натуральный продукт, плюс еще күннің астында жүреді. Біз генетически атам қазақ, күннің астында жүрген халықпыз. Норвегия, либо же чукчалар сияқты күн аз көретін регионнан емеспіз. Біз күннің астында. Біз генетически сол күннің нұрынан зависимы болып қалғанбыз. Біз соған байланысты біз күн энергиясын алып отыру керекпіз. Одан біздің организмде жаңағы ДТР витамин синтезделеді. Ол көп процесстерге жаңағыдай әсер береді. Соның ішінде тіске де. Тістің қатты болуы, ол кристаллический дене болуы, сол ДТР витаминінің жеткілікті болуынан да болады. Ол енді тек қана ДТР емес, ол жерде көп компоненттері бар, бірақ ДТР бұл жерде как активатор ретінде, яғни қатаюдың негізгі активаторының бірі болып белгіленеді. Орта есеппен қазір әрбір 5-ші, болмаса 10-ші пациенттерді жаңағыдай жіберіп береміз, 2 есе 3 есе төмен. Қазір әрбір семьяда қант бар. Тем более біраз семьялар әшейін жаңағыдай тәтті нәрсемен ғана күн көреді. Тәттіні былайша айтқанда не дейді? Мозг күштеп біледі. Бірақ на самом деле шли ондай болмай қалды. Тәтті, қант, былайша айтқанда уыт, жаңағы у екенін адамдар түсініп жетіп жатыр. Бірақ көбісі түсініп жетем дегенше уже зиянын шегіп қалып жатыр. Сладкое сол сияқты мысалға біздің ауылда мына Курорт Сарыағаш Асемай деген завод болды. Әлі де бар. Сол кезде жаңағыдай Асемай заводта недоливный мысалға жарты баклажка құйып қойған болса, оны шетке алып қояды. Сөйтіп жүк артатындар бар сол жерде. Соларға арнайы өзі су қойып қояды шетін. И олар жаңағы баклажканың көбісі ішеді. Жаңағы недолитый баклажка. Ішеді, газировкасы көбісі жаңағы күн ыстық, Сарыағаш білесіздер ғой, жаздың күндері артқан кезде судың ең көп кететін кез жаздың кезі. Артады, сонымен көбісінің тісі түсіп қалған. Ол дәлел ретінде. Бикарбонат құрамындағы газировка қатты тісті құртады. Ал қазір мысалға қайсы не дейді, бутылканы, шөлмекті ашып алсаңыз барлығы дыс деп дыбыс береді. Соны бір рахат ретінде сезінеміз на самом деле. Уыт қой ол да. Организм бұлдай. Одан сақтан десең, не дейді, тамағын қызғанғандай боласың. Мысалға газировка қоймасаң, кола қоймасаң, кейбіреулер жаңағыдай әсіресе той жиындарда айтады, жаңағы қымбатынан құйсайшы дейді. Қымбатынан құйсайшы дейді. 615 теңгелік 1 литр кола былайша айтқанда 300 теңгелік судан қымбат болып тұр ғой енді. Қымбат болып тұр, Еще зиян. Зиянына. Одан көріс бір бутылка тастай алса, болмаса кәдімгі фильтрдан алынған су болатын болса, сол пайдалы. 2025 жыл қалай өткізіп алдыңыз? Қандай жыл болды сізге? Табысты жыл болды ма? 2025 жыл, 24 жыл сияқты болды ғой. 2024 қалай болды? Енді тенденция жүріп жатыр, қатты жаһандану жүріп жатыр негізі. Бір-бірімен жарысып, осы стоматологияның не дейді, дамуының күнделігі бойынша қап кетпейік деген іс-әрекетпен жүрміз қазір. Бірақ енді қап кетпейік деп жүргеніміз бұл жақсы екен. Байқасам, дамыған мемлекеттердің өзі дағдарысқа тіреліп қалған, яғни олардың жаңағыдай өздерінің бюрократиясы бар, бір нәрсе істеу үшін пәлен-түлен нәрселерден рұқсат алу керек. Бірақ бізде де қазір сондай бір шектеулер организовать етіп жатыр на самом деле. Бұл жаңағы жетік медициналық құрал жабдықтарға жетуді қиындатады. Сингл және Фендон деген креслоларды жалпы официальный дилерстен алған кезде сол регистрация уақыты процесі қалай болды? Қанша уақыт кетті официальный тіркеу? Бізде бұл жерде официальный тіркеу кезіндегі ситуациялар бір компанияларға, что енді оны біз жасамаймыз.
біз сияқты соған регистрация жасап беретін, арнайы өзі тексерістен өткізіп беретін жалпы компаниялар бар. Сол компанияларға біз бердік. Ол компаниялар болды, жасап береміз дейді. Мына жақта клиенттерге айтамыз, болды, жасалып жатыр, жасалды. На самом деле ол кісілер кішігірім айтқан сөздеріне жауап бере алмай уақыт өте созды. Негізі бізде бір жылдың ішінде біту керек, бір жылдың ішінде бітпей қалды. Ол негізі 6 айдан астам уже уақытта уже дайын болу керек. Сонымен созды, біз уже бір жыл уақыт жоғалтып алдық. Сосын келесі компанияға бердік. Уже келесі компанияға берген кезде біз 2 жылдай уақыт жоғалттық. Сол арада уже ол қаншама шығыннан бұрын қаншама клиенттің сұранысын тауып бере алмай қалдық. Қаншама уақыт жоғалттық ең басты. Бірақ дәл қазір Аллаға шүкір бәрі бар. Бақтағы сізде Рысқұлова көшесінде бір клиникаңыз бар, иә? Big Dental. Ол клиниканы қанша уақыт болды ашқаныңызға? 2,5-3 жылдай болды. Оған дейін санай бергім келмейді мұндандай. бұл жақта қазір цифраны айтсақ та дұрыс болады да. Сізде енді опыт тәжірибелі дәрігерсіз, 20 жыл қазір көп қой жас мамандар клиника ашып жатыр, клиника ашып күйіп жатыр, дұрыс жүргізе алмай жатыр, либо наработанный пациенттері жоқ өзінше. Сол қазір цифраға бір көшсек. Ол клиника өзіңізге. Оған дейін ол жер кішігірім қызмет істеуге толығымен дайындалып болған. Толығымен дайындалып болған. Енді оған дейін сіз қай жақта істедіңіз сонда? Бөлек клиника болмады? Айдентте қызмет істедік қой ол кезде. Ол кезде кабинет. Кабинетті арендаға алып істедіңіз? Қазір жеке бір клиникаңыз бар. Бір клиникаңызда неше кабинет бар? 3 кабинет жұмыс. 3 кабинет. 20 жылдың ішінде сіз жетістікті 3 кабинет қолыңызда тұр жалпы. Ол жерден. Былайша есептегенде қазір. Өзіңіздің бір клиникаңыз, жеке бір клиникаңыз 3 кабинеті бар. Клиниканың жалпы себестоимостымен бір есептегенде қанша сумма ашады? Бухгалтерлерге беруге. Жалпы орта есеппен. Клиникаңызда мысалы кресло тұр, жаңағыдай сканер тұр, микроскоп тұр, жалпы ремонты бар. Приблизительно. Помещение қаншаға сатып алдыңыз? Бір кабинетім бар, ол бір кабинеттің ішіндегі жаңағыдай оснащенность где-то бір 30 миллионға тартатын жар енді. Бір кабинет. Бір кабинетте 30 миллион. Өзіңіздің кабинетіңіз, өзіңіз жұмыс. Жалпы қасында алады 20 миллион теңгеден. Плюс-минус оборудование алады. Олар кішкене арзандау, енді біреулері қымбаттау. 10 миллион теңге. Енді не аласың? Мысалға сканер 1,5 миллиондық сканерлер бар. Жоқ, ол 13 миллиондық сканерлер. Жалпы сіздің кабинетіңіздегі заттар есептеп жатыр қазір. Қазір клиника Big Dental қазір қанша ақша кетті жалпы ашуға 3 кабинетпен? Былайша айтқанда, стоматолог деген бір үлкен табыс емес на самом деле. Стоматолог миллиардерлерді білесіңдер ма? Ондай жоқ. Көрінбей жүрген шығар мүмкін бізге. Жоқ, ондай жоқ. Стоматолог не? Дәрігер миллиардерлер білесіңдер ма? Жоқ. Жаңа экономический точка зрения, былайша айтқанда ешқайсы миллион ақша ұстай алмайды. Ертең сол дәрігерлердің күні бітеді, яғни творчестволық кезеңі бітеді, олар регресске түседі. Бұл артында почти ештеңесі қалмайды. Яғни мен бір үлкен байлыққа кенелем деп стоматология ашқан. Біздің қазір мына істеп отқан стоматологияның көбісі энтузиазм. Яғни өзінің фанатизм арқылы істелініп отқан стоматологиялар. Үлкен табысқа жете алмайсың. Мен деген дәрігер Қазақстанда ары барса бір 20 миллион, 30 миллион табатын шығар. 30 миллион табатын дәрігерлер, дәрігерлердің 3 болмаса бір 2% шығар. Жалпы дәрігерлердің. Қалған барлығы 500 мың мен 2 миллионның арасында табады. 500 мен 1 миллион. 2 миллионның арасында. 2 миллион. Одан артық табылмайды. Сол 2 миллион табатындардың өзі кәдімгі өзін биікпін деп санайды. Сіз қай недесіз? Сол 2 миллион қазір 500 миллион 2 миллионның арасында. Мен енді клиникам бар. Өзімнің нем сол табысым 2-3 миллион теңгелік табыс шығар. Келіншегім біледі, ол кісі жаңағыдай санау жағына әйел кісі болғаннан кейін жақындау. Мен енді оның бәрін санап отырайын десем жаңағы жұмыс қалады. Әрбірін.
әркім өз жұмысын жасау керек. Систематизация істеп андай екен деп айтып қояды. Дұрыс болыпты, бұлай жақсы тауыпсыз деп, бұлай нашар тауыпсыз. Осылай. Жалпы өз кемшілігіңізді сіз қазір клиникаға чтобы бухгалтер ретінде қойғансыз. Ол өзі бухгалтер болмаған. Сұрамай. Ол кісі бухгалтер болмаған. Уже Заман солай ғой енді. Біреу бір істеу керек, екінші істеу керек. Енді осындай моменттерде кімнің қолынан не келіп жатыр, соны істеген дұрыс. Марғұлан Сейсенбаев көкем айтады, қолынан не келіп жатыр, соны дұрыстап істесе дейді. Біздің артымызда қаншама стоматологтар келіп жатыр осы сіздерді үлгі алып. Осы моментте сол келе жатқан болашақ стоматологтарға жалпы өзіңіздің топ 3, біз каждый подкастқа шақырылған қонағымыздан сұраймыз, топ 3 лайфхакпен бөлісіп кетсеңіз. Бірінші кеңесім, кейін оқимын демеу керек. Ертең дәрігер боламын, мен соны жақсылап меңгеріп кетемін демеу керек. Мынау студентсің ба, болмаса студенттік өмірге дайындалып жатсың ба, сол кезде оқып ал. Кейінге қалдырған сайын ол көбейе береді. Ол кезде өзінің жаңағыдай оқитын дүниелер болады, соны оқу керексің. Ал сен онан тағы қосымша оқимын деген болмау керек. Екіншісі жаңағыдай өмірге, былайша айтқанда, сенің өміріңе, құндылығыңа, барлығыңа әсер бар нәрселерден бекем ұстау керек та, әсері аз нәрселерден алыстау болу керек. Ол екіншісі. Үшіншісі, қолыңдағы бар нәрсені бағалау керексің. Бұл сенің жастық шағың, өмірің, жаңағыдай ата-анаң, келіншегің, бала-шағаң деген. Бұл уақыттар ертең қайталанып келмейді. Көп ішіп, көп жеймін деген нәрсе көп еңбек требовать етеді. Әшейін бардан жоқ болмайды, жоқтан бар болмайды ғой, білеміз ғой, бәріміз Ломоносов айтқан. Осы негізде жұмыс істеген дұрыс. Қаражатты шаша бермеу керек. Бірақ ұстап тұра беремін деп те ойламау керек. Оны ұстап тұра алмайсың. Оны тек қана жаңағыдай алып беріп жұмыс істейсің. Уақытылы үнемді пайдалану керек қой, барлық нәрсені. Жалпы, бәке, мына жерде біздің саламызда мысалға оборудованиемен айналысқаннан кейін кейбіреулерге осы нәрсені мен түсіндіргім келеді, кейбіреулерге ол нәрсе өтпейді. Реально, кәдімгі стоматологтарға. Мен айтамын, чтобы бізде енді қаншама миллионнан бастап 5-6-7 миллион теңгеге дейін установка бағалары бар. Мен айтамын, что 7 миллион теңгеге бір установка алғаннан 3 миллион теңгеге екеу ал. Екі кресло қоясың, екеуі жұмыс жасайды, ол екеуі бірден ақша табады. Сен 14 миллионға екеу алғаннан деген сияқты. Ал енді кей кездері бұлай болады, жоқ, маған арзаны керек. Болды, маған арзаны керек, мен арзанымен жұмыс істеймін керек. Ол кісілер білемін, 2-3 клиникасы бар. Ол бизнеске айналып кеткен да жалпы. Сол моментке не айтасыз? Қымбатын қою керек оборудованиені, арзан қою керек. Әрине, ақша жағынан ол жақсы. Ақша болған жағдайдың өзінде қазір мысалға Қытайдың өзі 1 жыл емес 2 жылға дейін гарантия беріп отыр ғой. Еуропаның заттарына, бізде қазір компаниялар, біздің жұмыс жасап жатқан компаниялар, біздің жасап жатқан компаниялар шетелдегі бренд, Еуропадан келетін 1-2 бренд компанияларға зат сатады. Ол Еуропаға қарады, Еуропадан баға қойылады, бізге сол зат Еуропадан келеді. Енді мына нәрсені түсініп өтейік та, сұлулар көп әлемде. Өзіңе сүйкімді көрінген жаратылыс болады. Сұлу емес, сүйген сұлу деген түсінік не керек. Бір адамға не істеу керек екенін навязывать етудің қажеті жоқ. Ол адам не дұрыс істеген болса, соны қалауын берсеңіз, сіз дұрыс істеген боласыз. Дәл қазіргі заманда. Дәл қазіргі заманда. Оның ценності клиникаларының санында немесе креслолардың санында болып тұрса, сіз оны сұрағанын беріңіз. Ал егер оның түсінігінде бір кресло, бірақ осынша осылай істеу керек деген ой болатын болса, сіз оның да сұранысын жоққа шығармау керексіз. Яғни өзіңіздің ойыңыздағы нәрсені басқа біреуге
навязывать ету. жоқ менде навязывать емес, просто ол кісі Түсінесіз ол жаңағыда менен ұсыныс сіздің сұрайды екі да, ойыңыз да дұрыс. ұсыныс Бірақ сұрайды менен. егер медицина бизнес тұсынан қаралатын болса, ол құрдымға кетіп жатыр деген сөз. Ал егер медицина жаңағыдай бір творчестволық еңбек болып бағаланатын болса, ол құндыланып жатқан деген сөз. Біз көп адам ойлайды ғой, всего лишь тіс қой деп. Иә, ол біреудің тісі, всего лишь. Но сіздің тісіңіз всего лишь емес. всего лишь емес. Түсіндіңіз ба? Ол сіздің тісіңіз. Ол сіздің құндылығыңыз. Тіс деген адамның былайша айтқанда бақытты екенінің бір жаңағы белгісі. Бөлігі. Мынаны көрсетесің, Бақыттысың. иә, бір пачка долларда шығарған сияқты бүйтіп қозғаған сияқты тұрады да. Вот. Түсінесіз ба? Адамның өзінде бар құндылығын адамдар білмейді. Мысалға, сіз 20 жасар баласыз, әлі сіздің құрдастарыңыздың ешқайсысы жаңадан Мерседес мінген жоқ, Камри мінген жоқ, болмаса жаңағыдай еңбек етіп. Еңбек етіп мінген жоқ дейік. Мысалға, Қытайдың көлігі болса да. Сіз сол жерде аласынан, мысалға, 10 мың либо 20 мың доллар бүйтіп достарыңыздың алдында көрсетесіз. Ал сол сияқты, мысалға, жасы 50-ге келген кісілердің арасында тісі сақадай болып тұрған кезде, ана тісін бүйтіп ашқан кезде, әдемілеп күлкісін, ажарын көрсеткен кезде, сол бірнеше пачка ақшаны бүйтіп жырқылдатқан сияқты болды ғой ауызда. Түсінесіз ба? Ол қандай бақыт екен. Яғни біз өзіміздің басымыздағы тәжді байқамаймыз. Біреудің басындағы жаңа кішкентай бір алюминиевый тәж болса да, әйтеуір тәжі бар екен деп қоямыз да. Бірақ денсаулықтың барында қадірлейік. Жалпы мен бұл жерде айтайын деп жатқаным, қазір мысалы сіз енді бірақ клиника ғой. Сіз 20 жылдық стажы бар, в общем, өте тәжірибелі, қанша жылдық. Енді ол жерде бизнес саласына айналдырған кісілер де бар да. Жалпы стоматология жалпы бизнес па или маман, чтобы адамдарға күлкі сыйлау, адамдарға Ем ба? жалпы ем ба? Лечение. Екеуі де бар ғой. Екеуі де бар. Бизнес те бар? Егер жақсы, мысалға, жоқ, біз бизнес ретінде қарағым келмейді. Жеңгем қарайды. Жоқ, бизнес ретінде қарасам, мен адамдардың былайша айтқанда көңілін ақша деп біліп қалғандай сезінемін де өзімді. Мен ақша деп тұрсам, мен ойымда тек ақша болып тұрса, мен ойымда сол келген адам, менен шыққан адам ырза болып берсе, соған берекет берсе, соған жеткілікті деп ойлаймын. Одан көп ақша алам ба, аз ақша алам ба, енді ол өзіме жеткілікті болса болды. Өзіме жетсе болды. Өзім ішімдегі жаңағы қалауым, сыбырласатын ішкі дыбысым бар ғой. Иә. Соның не дейді, довольствосы болса, ол жеткілікті. Ал бүкіл әлемнің ақшасын жинап бітамаймыз. Егер мысалға $1 миллиард қазір қолыңызда тұрса, 2 миллиардқа расчет расходыңыз тұрады. Түсінесіз бе? Сіз уже сағатыңызда алатын сағатыңыз миллион болып кетеді. Алатын машинаңызда анандай мынандай миллион, үйіңізде солай болып кетеді. Ал ол тұстан кететін болсақ, біз жақсылыққа бармаймыз. Яғни бизнес үшін істелініп жатқан, ол қысқартылады, барынша жаңа упрощаться етіледі, бүйтеміз дейміз, итого жақсылыққа апармауы мүмкін. Қазір мысалға байқасаңыз, кейбір клиникалар, государственный клиникалар 30 миллиардқа дейін соғылып жатыр да, ал кейбір клиникаларға барасыз, 3-4 миллиардпен де әжептәуір клиникалар істеп жатыр. Үлкен облыстық уровеньде клиникаларды айтамын да. То же самое, сіздің де оборудованиеңізбен, 2 миллиондық, 3 миллиондық оборудованиеңізбен көрікті обстановка істеп қоюға болады, сонымен де қызмет көрсетуге болады. И жаңағыдай Американың болмаса Германияның креслолар сияқты, жаңағыдай 15, 20, 30 миллион, мен өзім 10 миллиондық кресло қойдым. 10 миллиондық. 10 миллиондық кресло қойдым өзіме. Енді ішкі даусым сөйтіп айтты. Енді сізде 20 жыл тәжірибе бар ғой. Осы нәрсені Мерседес мінгенше мен соны мінейін дедім, потому что мен онымен где-то бір 8 сағаттай қызмет жасаймын. Мен мысалға сол 10 миллион, 20 миллионға жаңағыда Мерседес мінсем,
или 30 миллионға или 50 миллионға допустим мінгенде мен ары барсам жарты сағат 1 сағат айдармын. Егер мен Михаил Шумахер сияқты жаңағыдай 8 сағат 10 сағат айдайтын көлігім болатын болса, онда другое дело еді. Менің айдайтын жаңағыдай машинам ол стоматологический кресло. Үшін мен өзім эргономикамды өзімді ойладым да, басқа ештеңені таңдамадым, өзіме әдемі кресло алайын деп өзімді қуанттым деп ойлаймын. Ал жаңағы басқа кабинеттер, басқа докторлардың условиясын ойлайтын енді өзінің басшылары болады деп ойлаймын. Мен көбіне клиникаға мән бергеннен кейін. Жалпы сіз бизнес саласын, именно стоматология саласын бизнес саласына айналдыруға қарсысыз? Қарсы емеспін. Қарсы емессіз. Бірақ жаңағыдай тек бизнес идея мен продвижение істеуге, жұмыс істеуге қарсысыз. Дұрыс түсінік деп ойламаймын. Бағанағы сұраққа жауап алмадық. Клиникаңыздың ашуына жалпы қанша қаражат болды? Ремонтпен, 3 кабинетпен, до ключа 150 миллион теңге, 200 кетіп қалған шығар. 150 миллион. Жоқ, ондай шли 200 миллион кетпесе де 100 миллионның үстінде кетіп қалады. 120, 130. Майдалап кетіп қалады ғой. Майдалап, грубо есептегенде 150. Кейбір вложениялар дұрыс болады, кейбір вложениялар дұрыс емес болады. Бұл күнде клиника соғып жүрмегеннен кейін кейбір іс-әрекеттерің болмай қалады да, сосын айтады, мынаны бұзу керек. Маған ұнамай қалды. Ол жерде пәлен миллион теңгеге жаңағыдай анау кетті, пәлен миллион теңге мынау кетті деген нәрсе болмайды. Бәрін бұзып алып тастайсың. Жалпы 150 миллион теңге жобасы. Соның өзінде әшейін кетіп қалады. Орта адамның өмірі Қазақстанда 73 жас па? 73 жас деп алайық. 60-70. Статистика осылай береді. Соның былайша айтқанда почти 20 жылы білім іздеу үшін кетеді. Білім үшін есею үшін кетеді. Соның где-то бір 10 жылы пенсионер жылы. Сонда 30 жыл кетіп отыр. Сол арасында 40 жыл. Приблизительно қазір 20 жылда өтіл болып тұр ма? 20 жыл өтір. Бұл менің пигім. Ары қарай енді стабильностьпен ұстап отырам, стабильность ұстай алмай қалсам, төменге накатқа қарай кетемін. Жұмыс істеп жатсыз ғой? Иә. Мен мысалға сіздің стоматологияңызбен демпинг істеймін деп бағаны түсіріп 1 жыл ұстап отырамын да мысалға. Бірақ мен ойымда сіздің ғана өміріңіз кетіп жатыр десем, қателескен. Менің в ущерб себя мен сізді жаңағыдай ойыннан шығарғым келіп жатыр. Бірақ Құдай біледі. Кімді ойыннан шығарады? Иә. Кімді ойыннан шығаратын. Иә. Сол үшін мысалға енді ковбойлардың мынандай анекдоты бар да. Боб пен Джордж екеуі жолда келе жатыр екен, атқа мініп. Сөйтіп біреуінде Бобта $10 бар екен. Ол кезде $10 екен ақша. Сөйтіп жаңағы бір енді ішіндегі голос жыбырлап айтыпты жаңа. Қасындағы досың айтса, ана сиырдың тезегін жеп қойсыншы деп. $10 берем деп айтты. Анау бәле енді ақшадан қиналып жүрген не істейді енді? 1 рет айтып қоймапты, 2 рет айтып қоймапты, 3 рет айтып қоймағаннан кейін дос айтты. Дразнить ете бергеннен кейін алыпты, жаңа сиырдың тезегін жеп қойды. Жеп қойғаннан кейін кетіп баратып жаңағыдай $10 қолында, сөйтіп жаңағыдай өзінің пландарын айтып жатыр дейді. Қазір барамын, андай аламын, үйтемін, бүйтемін. Жаңа $10 алдырып қойған ковбой ызаланып қалған ғой жаңа. Алай депті, мылай депті, общем, короче, ашуына тие беріпті жаңа. Сен тезек жедің, сен тезек байсың, сен тезек жегішсің, ондайсың, мұндайсың деп. Сөйтіп белгілі бір жерге жеткен кезде анамда ашу шығып кетті да. Сиырдың тезегі алдынан шығып қалған екен айтыпты. Жаңа $10. Егер мына тезекті сен жітіп қоятын болсаң, шайнап жеп қоятын болсаң, мен саған $10 берем депті жаңа. Ана $10 айырып қойған іші ашығаннан соншалықты жерде тұрған тезек жеп қойыпты. Сөйтіп $10 қайтып апты. Кетіп баратыр жолда. Берген адам обратно жеп қайталап қойған ба? Кетіп баратыр дейді, и екеуі бір-біріне айтады дейді. Мы все, әркім өз-өзінде қалды, бірақ тезекке тыңқиғанымыз қалды дейді екен да. Қазір көп стоматологиялық клиникалар дәл осы принципте. Яғни мен демпинг істеймін, мен бағаны түсіремін, мен бағаны төмендетемін, жаңағыдай пәлен теңгеден үйтемін, пәлен теңгеден бүйтемін,
10 мың теңгеге 5 пломба қойып беремін дегендей оймен жүреді. Сөйтеді де жаңағыдай 3 ай, 5 ай, 1 жыл демпинг істейді. Итого партнері ойыннан шыға қоймайды. Ашин бағаны түсірем деп сөйтіп бүкіл пациенттің бәрін қабылдай беремін деген ақылға сыймайтын нәрсе. Қазір бұл бізде сіздің клиникаңыздан жалпы 150 мың теңгені шығарудың жалпы мақсаты, сіз 150 мың теңге 20 жылдан астам уақыт құрттыңыз. Біздің айтайын деп отқанымыз, мысалға сырт көзге, мысалы сіз көрінесіз, ол кісілерге жаңағыдай келіп отқан немесе жаңағыдай бір 10 жылдық, 5 жылдық тәжірибесі бар стоматологтарға сіз көрінесіз, уже бәкең уже клиникасын ашып, мықты жұмыс жасап жатыр деген көзқарас болады, по-любому. Ол енді 150 мың теңге, ол біріншіден 20 жылдық астам уақыт кетті. Бірінші. И ол 150 мың теңге жетістік жету үшін сізде не болды? Жалпы қандай еңбек болды? Бәкең айтты, чтобы мен жастық шағымда немесе мен достарымды құрбан жасадым осы нәрсе дейді. Жалпы сіз не құрбан жасадыңыз? Не, чтобы немесе мысалы бір кісілер айтты. Мен үлкен құрбандығым бұл жерде алтын уақытымды қидым. Алтын уақытыңызды қидыңыз. Ең былайша айтқанда бұл қайтып келмейтін нәрсе. Екінші, бұл бүкіл күш қуатымды сол жаққа қарай сарп еттім. Содан енді шығарған результатым деп ойлаймын ғой. Оның үстіне жаңағыдай ертең істеймін, сосын істеймін, бүйтем деп көп нәрсені теретеді екен, естественно. Жалпы енді адамда бір не болады ғой, прям менде біреулерде мысалы действительно біреу көмектеседі. Жалпы бір инвестор болады, сөйтіп жайлап құтылып береді. Біреулерде жаңағыдай бір түрткі болады, бір кітап оқиды, и содан мықты болып кетеді. Біреуге бақ болады, чтобы немесе бір сізде тұрақтылық болды ма, немесе білім болды ма, действительно, чтобы осындай дәрежеге мен 100% айта аламын, әуелі Алла, сосын осыны сен жазсаң, осыны сен жете аласың деген сияқты. Сондай бір фишка болды ма сізде? Менің жеткен жерім бұл предел емес. Предел емес. Кез келген қазақтың баласы осы дәрежеге жете алады. Бірақ не істесе? Бірақ жете алмай жүргенде бар ғой, сізбен бірге бастап келе жатқан, сізбен бірге жұмыс істеп жатқандар бар ғой. Бұл жерде жаңағыдай бақпен баппен бірге келу ғой. Барлығы ойдағыдай болатын болса, жетуге болады. Енді біреулер ерте жетеді, біреулер жаңағыдай адам мен адам теңестіретін білім деп Мұхтар Әуезов маңдайына жазып қойған университеттің. Бірақ білімдің барлығы бай бола бермейді. Байқайсыздар ма? Әрине. Не деген профессорлар бар, бірақ ешқайсысы бай емес. Байлардың барлығы ақылды емес. Біреулер жадный болады, жаңағыдай ақша құмар болады. Біреулердің жаңағыдай шынымен бағы жанып, жаңағы дүние келіп қойған. Біреулер жаңағыдай жақсы үйленеді, біреулер жақсы жаңағыдай кісілермен жолдас болып қалады. Солай да өзі. Біреулер ақшаға былайша айтқанда ыңғайлы болады. Ақша ұстауға, ақша табудың, ақшаны құрастырудың бабын табады, тетігін табады. Біреулер жаңағыдай кітап жинайды, білім жинайды, уақытын сонымен сарп етеді. Біреулер қазіргі дүниеде Инстаграм шұқылаумен өткізеді. Бірақ Инстаграмнан да ақылды кеңес, пайдалы нәрселер алуға әбден возможность бар. Бұл үлкен құрал ретінде қолданса жақсы. Сізде мысалға тұрақтылық болды ма, немесе клиенттерге деген тұрақты күнде жұмыс пациенттерге адал болдыңыз ба? Прям мысалы мен осы нәрсені істеп, мысалы сізде сондай бір ситуация болды ма, что мен пациенттер өзіңіз көңіліңіз толмай, ол пациент қайтадан шақырып, қайтадан тегін емдеп беретін кездер болды ма? Мен ол жағынан жалқаулау адаммын. Бір жұмысты екінші рет істегім келмейді. Бірақ бір жұмысты өте тиянақты қылып істейсіз. Тиянақты қылып істеуге тырысамын. Соның есесінен жаңағыдай зерттеуі бойынша доктор 400-ден 600-ге дейін шешім қабылдайды дейді. Бір күні бір таксист менен сұрайды, осы стоматологтар қанша теңге табады? Ол бәріне қызық. Қазір бұл жерде пациенттеріңіз көреді ғой. Мен былай айттым, ол кісіге енді азайтып қойсам еді, стоматологтың имиджіне нұқсан келеді. Көп айтып қойсам жаңағыдай әртүрлі ойнайды. Бүйтіп қарадым, жұмыс істеген кезде түске дейін 10 миллион, түстен кейін 2 миллион теңге табамын дедім. Ол кісі де түсінбей қалды. Не үшін түске дейін 10 миллион, түс қайта 2 миллион дейді. Түсінесіз ғой, түсіндім.
әр кезде әртүрлі ғой деймін да. Әр кезде әртүрлі. Главное, берекесін берсін ақшаны. Ол сіз 100 миллион теңге табуыңыз мүмкін, ары қарай 100 миллион теңге берекесіз тірлік болса, ол басқа жерден ақ шығып кетіп жатады. Бақтаған мемлекет тарапынан бір қандай да бір көмек болып жатыр ма стоматология саласына? Мемлекет таманынан дегенде, егер жаңағыдай әртүрлі жоспарлы мемлекеттік бағдарламалар аясында болатын болса, көмек алуға болады. Сіз көмек алдыңыз ба мемлекет тарапынан? Жаңағы Даму, пенсионный фонд көмектесті ма клиниканың табысына? Пенсионный фонд ақша обналичкасы ма? Ол туралы ештеңе айта алмаймыз, ештеңе ол туралы айтылмайды. Біз сұрап жатқан даму, жалпы мемлекет жаңа сіздің клиникаңызға немесе сіздің даму субсидирование істеген моменті бар, иә. Істеген момент болды. Но дәл қазір көмек беріле ма сізге штаб? Но басқа клиникаларға штаб қазір болып отыр ғой. Мемлекет тарапынан отчет жаңағы адам санын толтырады, мемлекетке тапсырады, ол мемлекет көмек ретінде клиникаға аударады. Иә, істеуге болады. Сіз істелінеді. Сіз істеп жатсыз, істеп жатқан жоқсыз. Мен істейтін адамым бар, сол кісі істеп береді. Иә. Мен ол нәрселермен енді не дейді, ол нәрселерді азық қылып үйренбеген адаммын да. Мемлекеттен оны азық ретінде көрмеймін. Сіз мойындайтын қаладағы топ 3 стоматолог Шымкент қаласында. Мойындайтын? Прям сіз мықты үлгі тұтатын. Мен үшін осы стоматолог прям идеальный. Немесе өте мықты деген 3 стоматолог. Мен мойындайтын, бұл мен қолымда тәжірибе ретінде, маман ретінде. Қолымда 10 жыл еңбек еттім мен. Ол кісі қазір үлкен кісі, азамат Туғанбаев Бауыржан Тұрарбекұлы. Мен жетекшімін, 10 жыл маған жетекшілік еткен. Екінші кісі бұл Тұрлыбеков Еркін Төребекұлы, дентокласс деген. Хозяйны, ол кісі өзімді имплантацияға жетелеген кісінің бірі. Сол кісінің қолында қателеспесем 2011 жылы бірінші имплантымды орнатқым. Бірінші имплантымды орнаттым. Содан бері әйтеуір істеп келе жатырмын. Бірінші синус лифтингімді да сол кісінің клиникасына апарып істегем. Бірінші синус лифтинг қателеспесем 2013 жылы еді ол, наверное. Мен үшін былайша айтқанда үлкен операция тұғын енді. Мұрын қуысына кіріп, шнайдер мембрананы көтеріп, астына сүйек салып, сөйтіп істедік. Сол енді о кезде почти зеленый дәрігеріміз ғой енді. Үшіншісі Темірхан аға ғой жаңағы, Абдинұрұлы, Dental Art клиникасының. Ол кісінің енді қазіргі күнге де ол кісі еңбек етіп жатыр. Жасы қателеспесем 60-ның үстіне шығып қалды көбім. Бірақ ол кісінің жаңағыдай энтузиазмы, ол кісінің жаңағыдай енжарлығы, кеңпейілдігі, өз-өзін ұстауы, адамдармен қарым-қатынас істеуі ерекше бағалану керек. Адамның қасиеттері өте жоғары. Тоқтамай жұмыс істеп келе жатқан стоматологтардың бірі. Сол қала бойынша сіз стоматолог ретінде өзіңіз үлгі тұтатын 3 кісі, иә? 3 кісі, иә. 3 кісі. Артықбай мырза, естуім бойынша сіз де Бақтаған қолында жұмыс істегенсіз. Бақтаған қолында жұмыс істедік. Сол моментті бір айтып өтсек. Ол кезде жылаймын мен қазір. Оны еске алсам. Бақтаған қолында істеп жүрген кезде. Қазір бір минут. Бақтаға, Артықбай мырза жалпы қандай адам еді? Сол сізде істейтін кезде. Артықбай. Мен бұл подкастқа келуге қорықтым да, просто бұл жақта. Артықбай кәдімгі қарапайым жігіт қой бұл да. Бұл да бір особенность, анандай, мынандай деп жаңағыдай мақтап кетсем қазір өтірік болып қалар енді. Кәдімгі жігіт келді, бірақ несі уақытылы келеді, постоянство. Қашан алдамайды. Келмейтін болса келмейтін айтады, келетін болса келетін айтады. Бос уақыт өткізу жоқ, қасында постоянно тұрады. Көп нәрсені бітірмесе де, бірақ әрқашан сен арқау бола аласың, что бұның болатынына сен уверен боласың да. Қазір келем деп жоқ болып кету жоқ.
сосын жаңағыдай ұрыссаң не қылсаң өкпелеп ренжіп қалу жоқ. Ал стоматологияда эмоция көп болады. робот болғансыз ба? Эмоция жоқ, көп ол болады. жерде просто Эмоция көп болады. Сосын көбісі ойлайды жаңағы стоматологияда тек ауыз шығу деп. Ол жақта да енді өзінің арт шығу да бар. жақсы жақтары да жаман жақтары да бар. Кейбіреулер біреуді теріс көрсеткісі келеді, осындай моменттер болады. Но все-таки в целом, былайша айтқанда, здравый болашағынан үміт күтілген. Бірақ енді келген барлығынан былайша айтқанда үміт күтесің. Иә, әрине. Үмітіңді ақтайтындар болады, үмітіңді ақтамайтындар болады. Әйтеуір өзінің епшілдігімен осы нәрсеге жетті ғой. Әуел алла, осы кісілердің тәрбиесі. Ал Біздің ешкім өзінен кейінгі қасында жүрген адамдарды жаман бол деп айтпайды. Ұрсамыз, айқайлаймыз, жаңағыдай не дейді, жүрек жарды әңгімені айтамыз, жылап та айтамыз, күліп те айтамыз. Всего лишь былайша айтқанда жұмыс жүру үшін. Ұрған моменттер болды ма? Қызық сұрақ қойдың. Стоматологтардың ұнамайтын қасиеті. Стоматологтар. Жалпы біздің қазіргі қоғамда, бұрынғы емес, дәл қазіргі болып отқан қоғамдағы стоматологтардың неше түрлі стоматолог бар ғой. Стоматологтардың да түрі көп болып тұр ғой қазір. Стоматологтар. Адамның не қандай теріс қасиеті болатын болса, стоматологтар да сол адамның бір өкілі ғой. Именно стоматолог саласында стоматологтар. Сол жерде қазіргі кезде қолынан келмейтін нәрселерді істей алу деп. Бұл өте ауыр нәрсе на самом деле. Ол біріншісі. Бір жұмыс істейді да, бір жұмыс істейді. Бір удачный жұмыс. 10 жұмыс істесе, соның ішінде біреу удачный шығып болатын болса, 10 пломба жапса, соның ішінде бір пломбасы әдемі шығып болатын болса, соны публикация істейді да, соны 3 ай дәріптейді. Бір дәрігерлер бар, күнде сондай результат шығарып жатыр, бірақ оның жаңағыдай суретке түсіріп, публикация істеуге уақыты жоқ. Иә. Ондай кейбіреулердің фотоаппараты да жоқ, фотоаппарат ұстауға уақыты да жоқ. Көбісін танимын. Мысалға, мен өзім дәрігерлер айтады, неғып публикация істемейсіз, неғып осындай нәрселер істемейсіз дейді да. Мен мысалға операция істеп жатырмын. Операция істеп жатырмын. Қолыма фотоаппарат алып, өзім қалаған ракурстан түсірсем, жақсы. Мына подкастты тек қана біздің стоматологты көрмейді, сіздің ертең пациенттеріңізді көреді. Что құрсақтағы кезінде шешесінің жеген тамағына байланысты. И кейбіреуінде кейінгі баланың жеген тамағына байланысты. Сіз не айтасыз? Тістерін сақтап қалу үшін. Сол жағынан бастайтын болсақ, одан ары қарай айтуға да болады. Яғни сіз алатын жарыңыздың ата-бабасы жағынан тісі мықты болу керек. Генетикалық тұрғыдан олар не дейді, жеті ұрпағына дейін зерттеп шық десеңіз де болады, кете бересіз. Бірақ сонда да ең болмағанда өзіміздің бар тісімізді қадірлейікші. Базовый. Иә, ең минимальный. Күнделікті. Кішігірім болса да не істеу керек? Кішігірім болса да, хоть шимен, хоть жаңағыдай мынау қазір месуак деген нәрселер шығып қой. Ол талдың былайша айтқанда тамыры. Сондай тамыр сияқты бірдеңемен хотя бы тістің бетін қалып кеткен тамақ қалдықтарынан бір тазалап өтсек, соның өзі жақсы. Ең болмағанда кәдімгі қолыңыздағы қалта орамалыңыз ба, жаңағыдай салфетка ма бірдеңемен тістердің бетін түсіртіп шығу. Ең болмағанда, не дейді анау? Базы, прям ерін атсын жууға. Вообще шаруаң жоқ, жаңағыдай компьютердан қолың босамайды, жаңағыдай сенің контр-стрейгің қап кетеді. Прям бір саусағыңды босатты. TikTok қарауың керек, Instagram қарауың керек. Бір саусағың босатты, сол тістің бетіндегі жаңағыдай несін. Мақұл, ақша жоқ. Зубный паста алатын зубный щетка жағдайың жоқ. Бір спичкаңмен барып басын мыжды, соны бүйтіп тазалап өт. Ең болмағанда. Егер қазір бізде барлығымыз жағдайымыз Құдайға шүкір жақсарып келе жатыр күннен. Аллаға шүкір. Ата-аналарымыз жақсы, бала-шағаларына жақсы қарайды. Мен кейде ата-аналарға айтам, үйде арсеналда 3-5 түрлі зубный пастаға дейін ұстап отырыңыздар. 10-15 күн сайын бактериальный привыкание болады. Әрбір зубный пастаға ауыстырып отырыңыздар. Балдарыңызға айтыңыздар, 10 күн мынамен жуасын, 10 күн мынамен жуасын, 10 күн мынамен жуасын. Сол кезде анаған привыкший бактерия мынаған привыкать етемін дегенше сіз тағы зубный пастаны ауыстырасыз. Осы кезек-мезегімен ауыз қуысының гигиенасы өзгеріп тұрады. Мысалға, бір ай бір зубный пастамен или 3 ай бір зубный пастамен жуып жүрдіңіз. Бір фирманың производитель, бір наименование, бірдей зубный пастаны болды. Сосын басқа зубный пастаға ауысыңыз, аузыңыздағы ауыз қуысының тынысы өзгереді. Түсінесіз ба?
кезінде анау сайраңдап жүрген бактериялар жаңа препарат қолданған кезде жаңағыдай ес алаң болып өледі, құриды, в общем, ауыз қуысында ерекше бір тазалықтың түйсігі сезіледі. Осы моментте 3 пастаны айтып кетсеңізші. Өзіңіз совет. Проблема, по-моему, пастада емес. Проблема адамның өзінде. Проблема пастада емес. Қазір ең болмады деген пасталардың өзі әжептәуір эффект береді. Әжептәуір эффект береді. Проблема біздің қазіргі қоғамда болып жатқан нәрсе, бұл техникасы, тазалау техникасының жоқтығы, соның ішіне жаңағыдай өзінің тіс тазалауға ниеттілігі, жаңағы іс-әрекеті жоқтығы. Сонымен бірге жаңағы зубный щетканың нашарлығы. Егер нашар зубный паста алатын болса, ол тазалаймайды. Біреулер ойлайды, мен өте жаңағыдай қатты зубный щетка алдым да тіс тазалаймын. Қатты зубный щеткаңыз керекті жерлерге кіре қоймайды. Орта зубный щеткаңыз кіреді, керекті жерлерге де кіреді. Егер ол қылқан өте майда жаңағыдай талшықты болатын болса, ол одан бетер кіреді, одан глубже тазалай алады. Бірақ көбісі ойлайды жаңағыдай прям қатты итеріп тұрып тазаламаса тіс тазаланбайды. Жоқ. Сіз мысалға қатты зубный щеткамен 3 қимылды істесеңіз, жұмсақ зубный щеткамен, ең жұмсақ зубный щеткамен 10 қимыл істеңіз, 3 есе көп істеңіз. Яғни сіз 1 минут жуатын болсаңыз, қатты зубный щеткамен, 3 минут жуыңыз зубный щеткамен, жұмсақ зубный щеткамен. Зато сіз деснаңызды сақтап қаласыз. Тістің бетінде анау щеткамен қажалап тастайтын методтар, әсерлердің барлығын обнулять етесіз. Яғни қатты киімде киім, мысалға джинсы киіп, қатты джинсыларға үйреніп қойғандар да бар. Біреулер жаңағы жібекке үйреніп қойғандар бар, әйел кісілер әсіресе. Сол сияқты әркім кім неге үйренеді, соған байланысты. Әркім өз-өзін тәрбиелеу керек. Жұмсақ зубный щетка, самый бережный зубный щетка и самый тщательный зубный щетка деп түсінемін. Бірақ енді зубный щетканың істеу мерзімі, қызмет ету мерзімі бар. Қанша уақыт щетка? Әркімде әрқалай. Мысалы күнделікті мысалы жуып жүргенде ультрафиолеттің астында, далада тұратын болса, күннің астында. Ол может 2 аптада, 3 аптада құрып кетуі мүмкін, іріп кетуі мүмкін, айтым слово. Егер ол кәдімгі үйінде сақтайтын болса, үйінде сақтайтын көлеңке жерде тұратын болса, ол өзінің қолдануына байланысты 2 ай, 3 айға дейін жетуі мүмкін. Оның сапасына да байланысты. Егер щеткалардың былайша айтқанда ауызбіршілігі кетіп қалса, щетиналардың ауызбіршілігі кетіп қалса, сіздің де аузыңызда ауызбіршіліктің нығаюының төмендеуі. Өте дұрыс, өте четко түсінікті. Сол үшін анау щетиналар біртекті талшық болып жиынтықтары көрініп тұрса, ол әдемі өзінің жаңағыдай көрінісімен қажетті жерлерін бәрін тазалап өтеді. Біздің қаламызда, Шымкент қаласында сіз штаб талапқа жауап береді деген 3 клиниканы атап өте аласыз ба? 3 клиника аз шығар біздің Шымкентке. Топ. Біздің Шымкентте клиникалар көп. Топ 3 клиника. Жалпы мықты сіз кәдімгі мен артық бұл 3 клиниканы айтатын болсақ, қалғандар маған ренжиді. Жоқ, қалғандарына просто енді есіңізге түскен ол кісілер ренжісе, бірақтан тағы да басқа деп қоса аламыз. Өйткені ол үшеумен қазір біз айтатын болсақ 10-20-ға созып кетеді. Личность өтпей қойсылайық. Неге? Давайте біреуін айтыңызшы, біреуді. Басқаларын. Үшеу демек біреуді айта аламыз ба? Прям оның дәрежесін әлі. Пожалуйста, сен мысалы сіз ертең шығады, осының дәрежесін жет, мен сені айтам деген сияқты подкастта. Жоқ, ол енді қаражат жағынан болуы мүмкін, басқа жағынан, бірақ по-любому бар ғой біздің қаламызда ең топ. Ең былайша айтқанда аз өміршеңді клиникалар бұл орта сфераның клиникалар. Көбіне жауап қалатын орта сфераның клиникалар. Байқасаңыздар. Жоқ, андай менің айтайын деп жатқаным, что талапқа жауап беретін мықты. Барасын ол жерде мін таппайсың. Басқа клиниканың рекламасы болып кетеді. Big Dental. Big Dental. Болды, хорошо. Жалпы Бәке, бізде бүгін уақыт өз мәресіне басқа сұрақтар жетіп отыр. Басқа сұрақ бізде уақытығыз ғой. Енді мен акция туралы бір нәрсе айтайын. Осы моментте акция туралы нәрсе айтайын. Акция деген ол сіз наубайханадан шығып жатқан нан емес. Бақытжанның наубайханасынан кеше 10 қап ұн жабылып еді. Бүгін Бақытжанның наубайханасы
тағы қосымша сонша жұмыскер қосты да 20 қап нан жауып сатады. Бір стоматолог қабылдауы кем дегенде 1 сағат жүргізіледі. Яғни мен өзім 1 сағат қабылдау жүргіземін. Консультация. Іс қимыл. 1 сағатқа планировать етемін. Көп жұмыстар 1 сағатқа, болмаса 2 сағатқа. Но не больше 4 сағат. Не больше 4 сағат. Потому что 4 сағат. Пациент уже. Пациент уже шашатып қоясың. Оның сен ашуына уже не дейді, пределына шығып кетуі мүмкін. Ол сен жек көріп қалуы мүмкін. Сен оны жек көріп қалуы мүмкін. Осы пределдің айналасында жұмыс істеу керекпіз. Желательно жаңағыдай 1 сағаттың айналасында істейтін бәрін істеп, тәтті не дейді, нотада екеуің бір-бірімен уақытша қош айтысу керексің. Құрметті стоматологтар, 1 сағат пен 4 сағаттың арасында бір пациентке уақыт одан көп болатын болса, уже жаңағыдай бәкең айтпақшы, конфликтке келуі мүмкін, немесе ұрысып қалып бір-біріңізді жек көруіңіз мүмкін. Бұл конфликтке келмесе де көңіліне уже теріс. Бұл өмірлік бәкеңнің 20 жылдық астам уақыттан жиналған тәжірибенің негізгі сіздерге тегін лайфхак. 4 сағаттан асық бір пациентпен жұмыс жасамаңыздар. Теріс сезімдер алып келуіңіз мүмкін да. Сіз оны ашуына тимесеңіз де, сіз былайша айтқанда өте не дейді, жұмсақ. Кейде жұмсақтықты адам шаршатып жібереді. Мінездер сәйкес келмей қалады. Әсіресе айтады ғой, қыздар өсе келе игрушкалардың қаттығы нәрсеге айналады дейді ғой. Сол сияқты кейде адамға жеткілікті қаттылық та керек, тірелу үшін, сол опора өту үшін, и жұмсақтық та керек. Осының барлығын образовать етсең, сенде комплекс шығады. Ал тек жұмсақтықпен 4 сағат ұстап отырсаң, ол сүйсек өтсе еткенде ол да жетіп мына жерден ашуын шығарып жүру мүмкін, ызасын шығарып жүру мүмкін, болмаса просто так сенімен сөйлеспей қою мүмкін. Теріс сезімдерге айналып кетеді. Екінші бір нәрсе, мысалға 1 сағаттан істедің, имплантқа акция жүргіздің, мысалға кем дегенде бір имплант отырғызу 1 сағатқа планировать еттің. И істедің. Мысалға 50 000 теңгеден имплант салам дедің. Импланттың себестоимости бар, клиникамен бөлісетінің бар, өзінің табысың бар. Сен сол уақытта пломбы клеить етсең де сол ақшаны табуға болатын еді. С меньшими рисками. Түсінесіз ғой? Біздің қазіргі уақытта бірнеше клиникалар бар, енді саусақпен санарлықтай. Пломбылардың бағасы 100 000 теңгеден асып өтеді. Түсінесіз ғой? Сіздің жаңағыдай имплантологыңыз тауып отқан пломбасын, точнее, импланттан құнын, ол спокойно ана жақтан шығады. Зато с меньшими рисками, с меньшими расходами. Менің организациямның жанында басқа бір организация бар. Енді ол анау ересектерге арналған ойыншықтарды сатады. И олар жаңағыдай енді көресің, қалай жүрді, қалай тұрады, не қылады. Сөйтіп мен айтамын да жаңағыдай. Ашин жүрген біз ғой на самом деле дейміз да. Адамдар тірлік істеп жатыр. Адамдар тірлік істеп жатыр. Адамдар табысқа кенеліп жатыр. Табыс болып отқан көресің ғой мысалға. Табыс болып отқан көресің. Сол үшін жаңа жилет деген кісі айтады ғой. Холодильник сататын едім, холодильникті қойдым да лезвие сатып қойдым деп. Жилет деген лезвиенің хозяйны бұрын осылай. Енді бұл насколько шын анау мен оны зерттеген жоқпын. Жалпылама осындай бір информация келді, сол кезде таңғалғаным мен. Оказывается, холодильник сатқанша лучше кәдімгі бет қыратын станок сатқан дұрыс екен ғой деген дейді. Бірақ соның өзіне қанша мұқтаждық болады. Кешегінде әсіресе өзбек тілді кісілер кейбіреулер шешен болып келеді. Жаңағы бір араб сұрап жатыр дейді. Тамақ сатып жүрген өзбектен. Сендердің аталарың кезінде бізге білім беріп еді. Кім деген ғой жаңағы. Сөйтсе имам Бухари, Термизи деп жаңағыда біразын атын атап өтті. Сөйтсе бедеп тұрып өзбек ағайын жаңағы өзінің шешендігі ұстап кеткен ғой. Тіл мәштігі, жаңағы сөз тақпырлығы. Ол кезде арабтар білім сұрап еді бізден дейді екен. Қазір сіздер бізден тамақ сұрап жатсыздар дейді екен. Біз сіздерге
керекті жаңағы не қалағаныңыз соны беріп жатырық. О заманда біз сіздер тамақ сұрадыңыз, білім сұрадыңыздар, біз сіздерге білім бердік. Қазір сіздер нан сұрап жатсыз, тамақ сұрап жатсыздар, бізге тамақ беріп жатырық. Сіздер де приблизительно қазір енді саудамен айналысып жүрген адамдарсыздар, бұл стоматологқа не керек? Сол сияқты өздеріңіз жаңағыдай нишаларыңызды тауып алу керексіздер да, и сонымен жұмыс істеу керек. Барлық нәрсені алып келіп бере алмайсың адамдарға, стоматологтарға. Бірақ бір компанияның шығарған заты өзінің ерекшелігімен, артықшылығымен болады. Бір шығарған заты өзінің ерекшелігімен басқа шығарған жаңағы заттарға не дейді? Кейінгі орындарды алады оның шығарған заттарын. Сол сияқты біздің мысалы қазіргі заманда мынау біздің бюрократияның бір кертартпалығы әлемдік жоғарғы жетістіктерін бізге енгізуге кертартпалық қылып жатыр. Яғни передовой технологияны олар тексеріп алсын, жеткізіп алсын дейміз да, бірақ біз соларды қолдана алмай, біз кенже қалып қалып жатырық. Яғни біз оларды соны қол жетуге икемділеп, соларды передовой технологиялар, передовой методикаларды жаңағыдай тез енгізуге тырыссақ, ал біздің бюрократизм оны жаңағыдай тексеру керек, оны зерттеу керек, ол шынымен ба, рас па, өтірік па деп жаңағыдай требованияларын қойып, жаңағыдай мерзімдерін анықтап, жаңағы өзінің қол қоятын протоколдарының, жаңағы шектемелерінің барлығынан өткізіп барып енгізіп жатырық та. Ол енем дегенше, ол басқа мемлекеттерде еніп қойып жатыр, әсіресе Израиль, Корея, итд. Еніп қойып жатыр. Біз ештеңемен таңғалдырмаймыз. Біздің клиенттердің көбісі қазір шетелге барып емделеді. Мысалға Қазақстанның қанша 22 жылғы шыққан информация бойынша 167 семья, 167 семья, үлкен байлықтың иесі Қазақстанда деп айтылады. Білесіздер ғой барлығы. 167 семья деген сөз, 10 адамнан болатын болса, 1670 адам деген сөз. Ол ең былайша айтқанда әлемнің жоғары деңгейдегі нелерін, ем-домдарын қабылдайды. Енді мысалға бір нәрсе айтайық. Егер қазір осы күнге жетіп, ертең таңертең менің қабылдауымда президент немесе президент басқармасының немесе генеральный прокурордың, болмаса сот төрағасының адамы келіп жұмысымды, менің жұмысымды өзіне, яғни оны приемын жүргізетін болсам, менің дайындығым қандай болады? Менің қателік істеп қоюға деген ниетім қаншалықты болады? Түсінесіз ғой? Мысалға Бақытжан, доктор, мен мысалға генеральный прокурормын. Келдім, Бақытжан мен тісім бүлдіріп берді. Кетті. Ол білет тісімді бүлдіріп қойса, қаншалықты өзіне зиян келетін. Өтем ақы төлейтін. Өтем ақы төлей ме, төлемей ме? Жалпы өмірлік материальный әсері қаншалықты болады? Төлей алмайды уже отырады. Түсінесіз ғой? Әрине. И бұл қателеспейді. Яғни бұл генеральный прокурор сізге келеді деген күннен бастап жақсылап уже іс-қимылдарын зерделей бастайды. И шыңдайды. Байқасаңыз, мысалға, Кубаның медицинасы қатты дамыды. Не себепті? Потому что ол жерде Фидель Кастро емделді. Фидель Кастродан кейін Рауль Кастро емделді. Яғни мемлекеттің бірінші адамдары емделді. Біздің мемлекеттің бірінші адамдары қайқа барады? Шетелге барады. Мен қалай өсем, ол шетелге барса? Қазақстан өспейді сол кез. Қазақстан өспейді. Біздің облысының немесе қаланың бірінші лицосы, бірінші адамы қайқа барып емделеді? Шетелге немесе Астана қаласына, Алматы қаласына. Шетелге барады. Көбіне шетелге барады. Шетелге, болса да ғой. Енді сол кісілер егер бізде емделетін болса, сол кісілер жаңа шетелге барып беріп атқан ақшасы шетелге кетпесе, бізде өзімізде қалса, біз сол ақшаға талай дүние алатын едік, талай жерге барып оқитын едік. Білімді уже сол кісілер келіп жатыр деп, білім ізденіс болатын еді. Ізденіс ненің әсерінен? Әуелі қорқыныш, екінші ответственность, үшінші, мына кісі айтады, мен генеральный прокурор демдегем демек өзіне авторитет алады. Түсінесіз ба? Оған уже статус болады. Репутация болады. Өз-өзін сезінеді. Егер ол дұрыс барлығын істеп шығатын болса, бұл дұрыс.
мысалға Борис Ельцинге операция істеген Бакерия болмаса сол кезде Ельциннің болмаса Ельциннің қарамағындағылар кісінің соны Америкаға барып емдетуге жүрегіне операция істетуге ешқандай кері тартпалық істеген жоқ. Иә, түрткі болған жоқ. Бірақ Россия Федерациясының президенті Ресейде емделу керек деген түсінік болды да, ол Ресейде емделді. Лев Бакерия соған операция істеді. Егер біздің мысалға ел басқарып жүрген адамдардың кез келгені біздің елде емделетін болса, ол басқа. Бұл бізге өзімізге потенциально былайша айтқанда статус и өсуге ыңғай болады. Ал біздің дүниелер Кореяға кетіп жатыр, Израильге кетіп жатыр, Германияға кетіп жатыр. Қазір мынау Дубай деген қала шықты. Айналдырған әшейін қарапайым халықтың өзі мысалы осы қайын Өзбекстанға барып емдеді. Өзбекстанға барып істіріп келді. Бірақ Өзбекстан қазір де бар ғой ол нәрсе. Өзбекстанның статусы, точнее Ташкент қаласының статусы біздің Шымкентке өте жақын, 100 километр жерде. Оның статусы ол астаналық статус. Негізі жоғары. Елордалық статус. Ол жоғары. Көп адам ойлайды, бірақ сіз Ташкенттің мен деген стоматологына барып емделіп көріңізші. Біздің Шымкенттен қымбат. Біздің Шымкенттен қымбат. Сіз ондай стоматологтың қолына жетесіз бе, жетпейсіз бе? Ол өзінің елінде тұрған азаматтарға ғана жетеді деп ойлаймын. Көп адам ойлайды, белгілі адамдарға, бәріне емес. Көбіне ойлайды адамдар, мысалға Ташкентте президенттің, болмаса президент администрациясындағы элитный стройка істеп жүрген адамдар Қазақстанға келіп стройка істейді. Олар никакта келіп істемейді стройканы. Істемейді. Олар өзінің мемлекетінен босай алмайды. Көп адам ойлайды, мысалға Қытайдың элитный врачы Шымкентке келіп кезбеленіп ем-дом жүргізіп жүр деп. Никогда келмейді ол. Қытайдың осы Қазақстанға келіп жүрген докторы ол келесі статустағы ступенькадағы докторлар. Ол элитный докторлар, кәдімгі былайша айтқанда аты аңыз болған Ходжун бет кім еді? Теледидардан сериалдар шығып жүр ғой. Сол уровеньдағы егер докторларды біз күтетін болса, Қазақстанға осылай не дейді, кезбеленіп емдейтін болса, сіздің былайша айтқанда әшейін қиял ғажайыбыңыз ғой, жаңағы ағатта келетін принц сияқты ғой. Жалпы енді Бәке, жаңа біздің мәселеміз акция беретіндер жайлы. Ол кісілерге не айтасыз? Және де осы жерде точкасын қойыңыз ол кісілерге, чтобы акция жайында ойланып жұмыс жасайтын кісілер. Акция берсін, шақырсын пациенттер, астына ат мінгізсін, үстіне шапан жапсын, тегін имплант сап берсін. Сөйтіп акция істесе, мен мойындайтын. Просто так жаңағыдай мен үйтемді, бүйтемді деп ішінен 1-2 адамға, болмаса 5 адамға, 10 адамға имплант сап беріп, қанша адамды шақырып, оған басқаша методикалармен әсер етіп, кабинетіне кіргізіп, әйтеуір бірдеңелерді айтып жіберіп, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қазір мынандай нәрсе бар, одан кейін Бәке. Бір стоматологқа барсаң, ана стоматологты жамандайды. Анаған бармай-ақ қой, ол онша білмейді. Сондай стоматологтарға не айтасың мына жерде? Қазір оның бәрі біздің қоғамда болып жатқан нәрсе. Жалпы стоматология саласында болып жатқан сондай стоматологтар болғаннан кейін осы тақырып шыққан болып тұр. Пациенттер, менде бір пациент болды осы жақын ортада. Келді, менен сұрады. Мынау имплант екен, коронка қойылған, имплант дұрыс салынған ба деді. Мен айттым. Имплант дұрыс салынған, салынбағанын мен енді не дейді, мемлекеттік эксперт емеспін, сот сараптамалық эксперт емеспін. Оның дұрыс емес салынған туралы мен мәлімет бермей қоя салайын. Бірақ сонда да менің өзімнің жаңа қазір осы дүниеге, осы уровеньға жеткенім, осыншама тәжірибемнің арқасында басқаша қылып салатын едім, басқаша қылып орналастыратын едім. Сол жағынан мен өз ойымды айта аламын, сәл маған ұнамай тұр дедім. Бірақ ол бұл сөзіме қанағаттанбады ол кісі. Арғырап тағы қазбаланып сұрады. Сіз анық айтыңызшы, бұл дұрыс орнатылған ба, орнатылмаған ба? Сосын мен айттым, арғарай мен конфликтке апаратын сөздерді айтпаймын дедім. Керемет подкаст болды деген ойдамын. Өте жақсы тәжірибе бөлістіңіз. Өзекті мәселелер болды. Бұл жерде жалпылама біздің айтқымыз келгені акцияны дұрыс жасаңыздар, жалпы стоматологтар.
иә бекерге бір не дейді, екеуміз бір-бірімізбен ерекше жүріп кезекке тыңқидық дегендей. тура иә бір бірімізге зиянымыз тимесін. Құрметті стоматологтар, ол адамның өмірі, адамның өмірін акцияға қоюға болмайды. 10 мың теңгеге 2 пломба, 3 пломба, 5 пломба қойып тұру, бұл ешқандай есепке сай келмейді. Ол қандай пломба екенін құдай біледі, бірақ ешқандай есепке сай келмейді. Істеймін деген адамдар істей берсін, қайырымдылық қор. Ештеңесіз біреуге үй әперіп Харекет қор, иә. Харекет қор. Сол сияқты істеуге болады. Бірақ жаңағыдай біреулерді алдап алып, пәлен үйтем, пәлен бүйтем деп сіздің жаңағыдай тазаланбаған тістің ішіне қайда бір нәрселерді салып беру, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Істейсіз ба акцияны, былай істеңіз. 100% әлемдік дәрежедегі уровеньмен қызмет көрсетіп беріңіз. Қайырымдылық істейсіз. Сол адам, қызмет көрсетіп жатқан адам, үйреніп жүрген адам болмасын. Сапалы, былайша айтқанда не дейді, бетке тұтар стоматологы болсын клиниканың. Сол арзан дәрежеде істеп берсін. Жаңағыда қисық сап беріп, оны ертең аузын зақымдап жүріп, анау қисық салынған импланттарды шығарам деп, одан бесер жоқ сүйектерді алып, қырып, жойып, жоншып, сөйтіп катастрофический методпен жаңағыда импланттарды шығарып алып, оны дұрыс орнатамыз деп қайтадан сүйек орнатып бұл жерге, қайтадан жаңа қосымша операциялар істеп, бір адамның басына сауда сап бергенше лучше тыныш жүрген жақсы деп ойлаймын. Біздің қайта мынау көп пациенттеріміз әсіресе оңтүстік региондарда қой беріш бала қой қателесіпті ғой деп жаңағыдай сөйтіп қалатындары бар. Егер шын жаңағыдай ашулы ызалы бір не дейді, қаскөйдің қолына түссе, көп біздің стоматологтардың стоматологиядан емес, даже медицинадан безіп кететін түрі бар. Уж медицина деген кезде, стоматология деген кезде, клиника деген кезде теріс қарап бұрылып қашып кететін бар. Бірақ біздің мына сферада қазірше былайша айтқанда возможность беріп жатыр, бірақ ойлап қалмаңыздар, бұл осылай істей берем, не баяғы таз, баяғы іс деп. Адамдардың барлығы қазір ақылды болып келіп жатыр, саналы келіп жатыр. Бұл теріс қимылдардың барлығы бір күн болмаса бір күні соңына жетеді. Барлығы былайша айтқанда дұрыс имплант алуға толық құқылы. Қазір мен навигациялық стоматологияны жүргізіп жатырмыз. Соның арқасында барынша максималды түрде жаңа подходтар істеп жатыр. Бірақ сонда да былайша айтқанда өзінің ерекшеліктерімен басқаша бір не дейді, көштің жүруі барысында іс-әрекеттер байқалады. Не дейді, заман тыныш болсын, адамдар жақсы болсын, әйтеуір. Дәрігерлеріміз білімді болсын, іс-қимылымыз ары қарай табысты болсын енді. Иә. Бәке, сізге рахмет. Уақыт бөлгеніңізге, алтын уақыт бөлгеніңізге рахмет. Жалпы бұл подкастымыздың екінші часы обязательно шығады. Екінші час. Құдай қаласа күтіңіздер. Үлкен рахмет Бақтаға. Құрметті көрермендер, каналдың дамуына үлес қосыңыздар, лайк басыңыздар, подписка қалдырыңыздар, және де комментарий жазыңыздар. Келесі қай дәрігерді көргілеріңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Бәке, енді осы жерде менде бір сұрақ туындырып тұр. Бәке, кімді өз орныңызға қалдырып кетесіз эстафета ретінде? Эстафета ретінде қай дәрігерді шақырсақ болады, сіздің ойыңызша? Эстафета ретінде жоғары буыннан, қай буыннан сіздерге? Қалағаныңыз. Сіз кімді айтасыз? Біз олар көне ма, көнбей ма? Көндіреміз біз. О кісілер көндіреміз. Шымкент қаласы болса көндіреміз. Араға сізді салып басын көндіреміз. Өйткені мына видеоны біз ол кісілер көрсетеміз. Сізді келуіңізге осы кісі айтты. Міне, осы кісінің қалауымен сіз осы жерге келуіңіз керек деп. Кім шақырайық? Өзім былайша айтқанда имплантацияда не дейді, аға буыным деп санайтын Тұрлыбек Еркін Төребекұлын айтып көріңіз. Болды. Егер сол кісі Ереке, Құдай қаласа сізді әділ осы жерін кесіп дайындап берші, ертең Ерекеңе шығамыз. Құдай қаласа Ерекеңді уақытын белгілейміз. Ол кісімен келесі подкаст түсіретін боламыз. Ереке, бізді күтіңіз. Барлықтарыңызға рахмет. Осымен біздің подкаст аяқталды. Келесі кездескенше.